Өмірдегі ең нәтижелі, өте үлкен табыс табатын, бақытты өмір сүретін адамдар кімдер? Әрине мотивациясы көп адамдар. Өмірін қалағандай сүріп, қалаған жерлерге барып, саяхаттап, қалаған заттарын сатып алатын адамдар кімдер? Әрине мотивациясы жоғары адамдар. Үлкен табыс табатын, үлкен бизнестерді ашатын, әлемді саяхаттап, үлкен жерлерді көретін адамдар кімдер? Әрине мотивациясы көп адамдар. Байқағандарыңыздай, бүгін біз мотивация жайында сөйлесетін боламыз. Өмірде мотивация жетпейтін сәттер болады. Бизнесті жүргізіп келе жатқан кездің өзінде де мотивация жетіспейтін кездер болады. Ондай мотивация жоқ кездер менде де болады. Бұл қалыпты жағдай. Әрине, мотивация менде жоқ болатын болса, мен егер ерінетін болатын болсам, мен егер беріліп қоятын болсам, бұл YouTube канал осы видеода болмас па еді. Енді сондай ерінетін кездерде мен өзімнің мотивациям жоқ кезде не істеймін және өзіме қалай мотивация жинаймын. Сол жайында бүгін сөйлесетін боламыз. Егер сіздер менің YouTube каналыма әлі де подписка жасап үлгермесеңіздер, мына жерге подписка жасап және колокольчик қойып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңа видеоларымды, сапалы жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бүгін мотивациямен өмір сүру үшін, күнделікті мотивация болу үшін не істеу керектігі жайында 10 пункт жайында сөйлесеміз. Ең алғашқы пункт, ең алдымен бізге ойлану керек. Дұрыстап ойлану керек. Біз егер ойланып қарайтын болсақ, ойланбаймыз біз не істейміз? Біз өмір сүреміз, жұмысқа барамыз, келеміз, қайтамыз, болды, ойланбаймыз. Ал егер ойланатын болсақ, біздің өміріміз бітеді. Сол себепті жазып ойланамыз, ойланған кезде дәптерге жазыңыз. Сіздің қазіргі таңдағы жасыңыз қаншада? Сіздің бала кезіңіздегі қазіргі таңдағы арман мақсаттарыңыз қандай? Және сіз қазір жасап жатқан әрекеттеріңіз болашақта сіздің қазіргі арман мақсаттарыңызға алып келеді ме, алып келмейді ме? Ең алдымен осы нәрсеге ойланыңыз. Егер қазір сіз өзіңізге керекті, яғни табысты үлкейту үшін, өміріңізді бақытты сезіну үшін белгілі бір әрекеттерді істесеңіз не болады, ал істемесеңіз не болады? Бұны жай ғана жаттығумен салыстырсақ болады. Егер біз жаттығу жасайтын болсақ, денемізге прокачка, яғни качка жасайтын болатын болсақ, біз егер бүгін демалатын болсақ, ертең жарты жыл, бір жылдан кейін денеміз дәл осындай болады, немесе бұдан да әлсіз болады. Ал егер бүгіннен бастап жаттығуды тоқтаусыз апта сайын жасайтын болсақ, бізде денеміз барған сайын өсетін болады. Жай ғана себеп және салдар деген теория бар. Яғни бүгін істеп жатқан нәрсе ертең нәтижеге алып келеді ме, жоқ па? Егер бүгін ұйықтайтын болсаңыз, таңертең ерте тұрмайтын болсаңыз, ертең жарты жылдан кейін сіздің өміріңіз қандай болады? Егер бүгін сіз бизнесті бастамасаңыз, бір жылдан кейін, 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін сіздің өміріңізде өзгеріс болады ма, болмайды ма? Осы нәрсені ойланыңыз. Яғни ең бірінші пункт ойлану керек. Екінші пункт, кез келген кезде біз үлкен бір істі бастайтын кезде бізде қорқыныш болады. Яғни бұны мен істей аламын ба, бұл менің қолымнан келмейді, немесе бұл қиын, яғни біз қорқа бастаймыз, көп нәрседен қаша бастаймыз. Бұндай нәрсе болмас үшін үлкен істі майда бөліктерге бөлу керек. Яғни мысалға біз егер енді алғаш бизнесті бастап жатсақ, ең алдымен бизнесті бастау үшін не істеу керек? Бизнесті түсінетін адамға жазу керек, немесе одан хабарласу керек. Одан кейін бизнесқа бастау үшін не істеу керек? Ол бизнесті бастау үшін белгілі бір сумма ақша салу керек. Одан кейін не істеу керек? Ол адамнан сұрау керек, не істеу керек? Яғни кішкентай бөліктерге бөлу керек. Немесе тағы да бір қиын жағдай, бір үлкен машина сатып алу, өзіңіздің қалағаныңызда үлкен машина сатып алу керек. Бірақ оны сіз қиын деп ойлайсыз, ол мүмкін емес деп ойлайсыз. Ал егер күнделікті жаймендеп жұмыс жасайтын болсаңыз, міндетті түрде жетесіз, міндетті түрде аласыз. Немесе денені жаттығу жасайтын болсақ, денемізге біз егер бірден қарасақ, үлкен денені алу, немесе мықты денені жаттығу залында жасап шығару, ол қиын сияқты көрінеді. Ал егер күнделікті жаймендеп жасайтын болсақ, және аптасына 3 күн мысалға жаттығу залына бару, кішкене бір сантиметрге өсіру, мысалға қазіргі салмағың сенің 70 болатын болса 72-ге көтеру, немесе азу керек болса 90 болатын болса кемінде 88-89-ға түсу, яғни кішкентай задачаларға, яғни тапсырмаларға бөлу керек. Бұл екінші принцип. Үшінші принцип, көп жағдайда біз бастамаймыз. Кез келген мысалға істі бастайтын кезде біз қазір жата тұрайын, ертең істеймін, одан кейін істеймін, кейін бастаймын, сосын бастаймын. Жоқ, тұрыңыз да қазір бастаңыз болды. Қазір барыңыз, алыңыз дәптеріңізді мысалға, сөйтіңіздер, өзіңізге жоспар жазыңыз да, мына күні жасаймын деңізде уақыт қойыңыз да, сол күні бастаңыз болды. Бастау керек. Бастаған кезде сіз бастадыңыз болды, өзімен-өзі ресурстар келе бастайды, өзімен-өзі энергия келе бастайды және мотивация пайда болады. Өйткені сіз бастадыңыз болды. Жай ғана бастаңыз болды. Бұл үшінші принцип. Төртінші принцип және өте маңызды принцип,
өте үлкен мақсат қойыңыз. Егер мақсат қоятын болсаңыз және мақсатыңызға жетуге қадамдар жасайтын болсаңыз, сізде мотивация одан сайын үлкейеді. Жай ғана ойланыңыз, өмірде не бар? Мысалы, әлемді саяхаттау деген мақсат қойсаңыз болады. Өзіңізге күшті бір көлік алу, мысалы, Porsche, Lamborghini, Range Rover, Toyota, мысалы, соңғы версиясы, айырмашылығы жоқ. Мысалы, ата-анаңызға шу алып беру, қалаған магазиннен барып 1 миллион теңгеге киім сатып алу, жаңа мақсаттар қойыңыз. Және ол нәрсенің болатындығы сіздің көзіңізге жетеді, егер бастасаңыз. Сол себепті үлкен мақсат қойсаңыз, сізде өзімен-өзі мотивация пайда болады. 5-ші принцип – кішкентай нәрселерге қуан. Яғни кішкентай нәрсе болса да оған қуан. Мысалға, бүгін сен сағат 6-да тұрам деп мақсат қойдың, бірақ сен 7:30-да тұрдың. О, керемет, мен бүгін 7:30-да тұрдым. Мен 7:30-да тұрғаным өзі қаншалықты қуаныш. Немесе мысалы, бүгін сен 100 адамға звонок жасадың, яғни бизнесіңді ұсына. 100-дің мысалы 50 отказ берді, 50 ойланамыз деді. О, керемет, 100-дің бәрі отказ берген жоқ, маған 50-ның өзі жақсы деді. Немесе бүгін сен ұйқыдан тұрдың, ештеңе жасамадың, бірақ сен ұйқыдан тұрдың. Бүгін сен тірісің, сол нәрсеге рахмет айт. Мысалға, саған бүгін Инстаграмнан бір адам лайк қойды. О, маған рахмет. Біреу бүгін лайк қойды. Немесе ютубыңа біреу саған комментарий жазды. О, маған комментарий жазды. Қандай күшті, яғни кішкентай нәрселерге сен рахмет айтып бастасаң, сенде психологиялық деңгейде мотивация пайда болады. Егер психологтармен сөйлесетін болсаңыздар, олар айтады, болмайтын нәрселерге қуана бер, дене кішкентай болса қуана бер. Сол кезде сенде мотивация пайда болады. Жай ғана сіздер бүгін көздеріңізді ашқан үшін қуаныңыздар. Жай ғана бүгін үйден сыртқа шығып серуендеп келген үшін қуаныңыздар. Жай ғана кітаптың 5-ақ бетін оқысаңыздар да қуаныңыздар. Өздеріңізді жамандамаңыздар. Өздеріңіз жайлы ешқашан жаман ойламаңыздар. Жай ғана кішкентай нәрсе болса да қуана беріңіздер. Қуанған сайын бізге жоғарыдан жаратқан бізге бере береді және өзімізде мотивация болады. 5-ші принцип, бұл өте маңызды принциптердің бірі, сана. Кез келген нәрсені санау керек. Яғни мысалға, біз өзіміздің жұмысымыздың нәтижесін білу керекпіз. Мысалға, біз 100 звонок жасау керек және 100 звоноктың қаншасы дұрыс жасалынды, қаншасы алды, қаншасы алмады. Немесе біз бизнесімізді біреуге ұсынатын болсақ, қанша адамға ұсындық және олардың қаншамасы я деді, қаншамасы жоқ деді және не үшін жоқ деді, не үшін я деді. Статистика жүргізу керек. Яғни мысалға, бұны біз бизнесқа қатысты айтатын болсақ, ал егер жай ғана жаттығу мен денені жаттығуға салыстыратын болсақ, біз күнделікті санау керекпіз. Мысалға, 10 отжиманиядан 5 рет жасау, немесе турникқа 10 рет тартылудан 5 рет жасау, 4 рет жасау, яғни санау керекпіз және күннен күнге сол статистиканы жоғарылату керекпіз. Егер гантель көтеретін болсақ, салмағын үлкейту керекпіз. Яғни біз санамасақ, бізде нәтиже көрінбейді. 6-шы принцип – дедлайн қою. Менде мысалға кейбір компанияларда жұмыс жасаған кезде статус жабу айдың соңына келген кезде, мысалы, айдың алғашқы 2 аптасына қарағанда, соңғы 2 апта, соңғы 1 аптасында, соңғы 4 күнде өте қатты жұмыс жасаймын. Яғни мен өйткені ол күні бітетіндігін білем. Статус жауып үлгеру керекпін, карьерный рост жасау керекпін. Сол себепті дедлайн қойған кезде мотивация үлкейеді. Ал егер дедлайнды өзіңіздің досыңызға мен мынадай күні мынандай нәтижеге шығам, бақыла дейтін болсаңыздар, одан сайын үлкен нәтиже көрсетесіздер. Яғни дедлайн қойыңыздар. Бұл өте маңызды нәрсе. 7-ші принцип – таңғы және кешкі жаттығулар жасаңыздар, жүріңіздер, серуендеңіздер. Жай ғана аудио кітапты құлақтарыңызға тыңдап қойыңыздар да, жүріңіздер, кешке жақын таңертең, яғни жай ғана серуеннің өзі сіздердің мотивацияларыңыздың өте қатты үлкеюіне әсер ететін болады. 8-ші принцип өте маңызды принцип, ол орта, яғни сіздің ортаңыз. Егер сіз бизнесмендермен жетістікке жететін, өмірін өзгертетін, күнделікті дамитын адамдармен сөйлесетін болсаңыздар, сіздерде нәтиже үлкен болады. Яғни күнделікті өзіңізде мықты нәтижеге жетіп жатқан миллионерлермен, миллионер болмаса да нәтижелі үлкен жетістікке жетіп жатқан адамдармен сөйлесуге тырысыңыздар. Өйткені орта бізге өте қатты әсер етеді. Және 9-ші принциптердің бірі, сіздер мотивациялық кино көріңіздер. Ондай жағдай менде болады. Мотивациялық тренингтер көріңіздер, видеолар көріңіздер, кітаптар оқыңыздар, түрлі нәтижеге жеткен адамдардың видеоларын көрсеңіздер, киноларын көретін болсаңыздар, сіздерде мотивация тағы да пайда болады. Өйткені жетістікке жетуге болатындығы сіздің миыңызға күннен күнге жете беретін болады. Және ең соңғы 10-ші принцип, қайтадан айтам, ойланыңыздар. Яғни ойланыңыздар. Егер сіз таңертең кешке ешқандай нәтижеге жету үшін, іс-қимыл нәтижеге жету үшін ешқандай әрекет жасамайтын болсаңыздар, өміріңіз өзгермейді. Ойланыңыздар. Әлем өте үлкен. Мысалға, қандай жерлерге болады? Америка, Бали, Турция, Таиланд, мысалға, не бар? Малайзия, өте көптеген елдер бар, жерлер бар. Сол жерлерге баруға болады. Ал сіз ол нәрсенің бәрінен қорғаласыз. Ол нәрсе сізде болмайды. Егер сіз бүгіннен бастап ештеңе істемесеңіз, немесе сізде машина болмайды, қалаған машинаңыз болмайды, бірақ ол нәрсені алуға болады. Егер сіз бүгіннен бастап жұмыс жасайтын болсаңыздар, сол себепті ойланыңыздар. Бүгін мен істеп жатқан нәрсе ертең нәтижеге алып келе ме? Сол себепті ең соңғы сөзім және ең алғашқы сөзім, ойланыңыздар. Дұрыстап ойлансаңыздар және
соған байланысты сіз қимыл жасайтын болсаңыздар, сіздерде мотивация пайда болады. Және тағы бір кеңесім, бір кино көріңіздер, «Господин Никто» деген кино. Сол жерде осы себеп салдар және ойлануға өте күшті бір кеңес беріледі. Сол киноны бір көріңіздер. Және менің ең соңғы сөздерім, сіздердің қолдарыңыздан міндетті түрде келеді. Өйткені менің қолымнан келсе, мен нәтижеге жете алсам, сіздердің қолдарыңыздан міндетті түрде нәтиже шығады. Сол себепті берілмей күнделікті іс қадам жасаңыздар, осы 10 принципті қолданатын болсаңыздар, мен өзім 10 принципті қолданамын. Сізде мотивация ешқашан түспейтін болады. Сіздермен бірге болған бүгін мен Мақсат Тілеухан, жетістік алаңында кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар.